Сәлем, мен Стив Джобспын. Мен Вирджиниядағы Тайсонның Corner сауда орталығында дәл сыртында тұрмын. Вашингтон, Колумбия округі. Мен 6 күннен кейін ашылатын алғашқы бөлшек сауда дүкеніміздің алдына салған осы ағаш қоршаудың алдында тұрмын. Енді мұнда әлі ешкім көрінбеді. Мен сізді жасырын шағын жеке турға апарғым келеді. Ендеше кіріңіз. Қазір бұл біздің дүкен, ал дүкен 4 бөлікке бөлінген. Дүкеннің бірінші 90-да тамаша үй және білім беру өнімдері бар үй бөлімі және барлық тамаша кәсіби өнімдеріміз бар про бөлімі бар. Ал біз жасаған әрбір өнім дүкеннің алғашқы 25%-ында. Сіз бүкіл өнім желісін көре аласыз. Төбеден көріп отырғаныңыздай, біз тіпті бөлімдерді, үйді, музыканы, балаларды, осы жағынан данышпанды, ал осы жағынан кәсіпқойларды, фильмдерді, фотосуреттерді және белгіледік. Сонымен алғашқы 25 сізге біздің бүкіл өнім желісін көрсетеді. Қазір дүкенде 36 компьютер қойылған. Олардың әрқайсысы интернетке қосылған. Осылайша сіз кез келген компьютерге кіріп, серфингті бастай аласыз, жеке веб-сайтыңызға кіре аласыз, немесе интернетте не істегіңіз келсе, соны жасай аласыз. Біздің барлық портативті құрылғыларымыз әуежайдың сымсыз желісіне қосылған, сондықтан сіз мұны өзіңіз сезіне аласыз. Бұл өте керемет. Сондықтан осында келіңіз, мен сізге үй бөлімінде не баратынымызды көрсетуге рұқсат етіңіз. Міне, біздің ең жаңа iBook. Бізде iBox бар. Өнімдердің көпшілігінде өздігінен жұмыс істейтін демонстрациялар бар, бірақ сіз оларға жақындап, оларды өзіңізге ұнайтын кез келген нәрсе үшін пайдалана бастай аласыз. Міне, бізде 3 iBook бар, сонымен қатар бізде iMac-тің барлық модельдері бар. Бізде жаңа PowerBook 4 титандары осында жұмыс істеп тұр. Барлығы Mac OS жүйесінде жұмыс істейді. Барлығы қосулы. Әуежай, сондықтан сіз жай ғана осыларды алып, интернетке сымсыз қосылудың шын мәнінде қандай екенін көре аласыз. Бізде 22 дюймді кинотеатр дисплейін қосалғанда, барлық тамаша дисплейлерімізбен бірге осында жасайтын әрбір PowerMac бар. Дүкеннің орталық жартысы, сөзбе-сөз дүкеннің жартысы шешімдерге арналған, өйткені адамдар енді дербес компьютерлерді сатып алғысы келмейді. Олармен не істей алатынын білгісі келеді, және біз адамдарға көрсетеміз. Дәл солай. Сонымен бізде 4 бөлім бар. Қазір біз таңдаған шешімдер, музыка, фильмдер, фотосуреттер және балалар. Сонымен мысал ретінде осында келіңіз. Сіз балаларыңызды біздің дүкенге кіргізе аласыз. Олар жай ғана заклинание жасай алады, сүйікті ойындарын ойнай алады. Бізде мен көрген Mac білім беру бағдарламалық жасақтамасының ең жақсы таңдауы бар, және сіз балаларыңыз үшін ең жақсы білім беру атауларын сатып ала аласыз. Біз өз өнімдерімізді тасымалдау жеткіліксіз деп шештік. Сонымен бізде 1 минут ішінде қарастыратын 300-ден астам бағдарламалық жасақтама атаулары ғана емес. Сонымен қатар бізде ең жақсы портативті сандық құрылғылардың 24-і бар. Бізде 6 сандық бейне камера, 6 сандық камера, 6 3 ойнатқыш және 6 қолмен ұйымдастырушы бар. Сондықтан егер біз сіздердің арқаларыңызға дәл осы жерден қарасақ, бізде 3 канон және 3 дыбыс бар. Осылайша сіз осы жерге кіріп, осы сандық құрылғыларды сатып алып қана қоймай, оларды максималды деңгейге дейін қосып, айналдыруға болады. Егер сіз компьютер сатып алуға барғанда немесе компьютер сатып алғаннан кейін сұрақтарыңыз болса, данышпаннан сұрасаңыз жақсы болмас па еді? Міне, бізде бар. Бұл Genius Bar деп аталады. Көріп отырғаныңыздай, бізде кейіпкерлеріміздің суреттері осында бар. Ал мына бар, мен данышпан емеспін, бірақ мен бұл жерде артта қаламын. Мұнда дүкенде қызмет көрсете алатын, және сіздің Mac жүйеңізге, немесе онымен жұмыс істейтін кез келген перифериялық құрылғыларға, немесе бағдарламалық жасақтамаға қатысты кез келген сұрақтарға жауап бере алатын адам болады. Ал егер ол адам жауабын білмесе, Apple компаниясының штаб-пәтерінде Купертинода бізге қоңырау шалатын сенім телефоны бар. Ол жерде бізде қоңырау шалатын біреу бар. Сонымен бұл мүлдем жаңа нәрсе болады деп үміттенеміз. Біз бұған өте қуаныштымыз. Біз тұтынушыларды дүкенге кіргізуді күте алмаймыз. Ендеше, ортадағы бағдарламалық жасақтама дәлізінен өтейік. Мен сізге көрсеткім келетін соңғы нәрсе, бұл біздің барлық керемет бағдарламалық жасақтама. Дүкен ашылғанда мен сені көремін. Ол үшін Қазтехногид арнасына жазыл және лайк бас.